Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақ пен қызылшадан тұратын дәл осындай диеталық салат дайындаймыз. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен салатқа қосатын салат жапырақтарын қытырлап тұру үшін дәл осылай 2 литр суға 70% уксустан 1 шай қасық қосып, жақсылап араластырып 10 минутқа салып қоямыз. Сол кезде салат жапырақтары қытырлап тұратын болады. 10 минуттан кейін салат жапырақтарын алып кептіріп қоямыз. Бірақ бұлай жасау міндетті емес, бұл тек сіздерге айтып жатқаным лайфхак. Салат жапырақтарын жуып, кептіріп сала берсеңіздер де болады. Ал ендігі кезекте асқабақты дәл осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Туралған асқабақтарды фольганың үстіне қойып, татымына қарай тұз себеміз. Артынан қара бұрышты себеміз. Және ең соңында сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бетіне фольганы жауып, видеодағыдай орап шығамыз. Фольгаға орайтын болсаңыздар, асқабақтарыңыз кеуіп кетпей, әдемі, сочный болып піседі. Қызылшаны да асқабақ сияқты бөліктерге бөліп шығамыз. Ендігі кезекте соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін сұйық майды, тұзды және қара бұрышты қосамыз. Артынан 2 шай қасық лимон шырынын қосамыз. Және ең соңында осындай горчицадан 1 шай қасық толтырып қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен соус дайын болды. Асқабақтың пісуіне 5 минут қалған кезде бетін дәл осылай ашып, тағы да 5 минут пісіріп аламыз. Фольгаға оралғандықтан асқабақ дәл осындай еш жері күймей біркелкі әдемі пісетін болады. Салат жапырақтарын дәл осындай бөліктерге бөліп турап шығамыз. Салат жапырақтарының орнына кез келген, мысалы, рукколаны пайдалансаңыздар болады, шпинатты, немесе салат жапырағының қызыл түрін пайдалансаңыздар болады, немесе барлығын бірге қосып пайдалансаңыздар да болады. Және ең соңында турап болғаннан кейін соусын құямыз. Жеңіл желпі араластырамыз, салмақ салмай араластыру керек. Егер салмақ салып араластыратын болсаңыздар, салат жапырақтарыңыз басылып қалатын болады. Салат жапырақтарын қойып болғаннан кейін видеодағыдай кезегімен асқабақ пен қызылшаны қойып шығамыз. Бұл рецептпен сіздерде 2 тарелка салат шығады. Ең соңында осындай творожный сырды пайдаландым. 1 шай қасықтан салып шықтым. Творожный сырдың орнына фета сырын пайдалансаңыздар болады, немесе брынзаны да пайдалансаңыздар болады. Және ең соңында кедровый орешкиді бетіне сеуіп шықтым. Оның орнына кунжутты да сепсеңіздер болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын!